Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейітқазылов. Бүгін біз қыжылды үй жағдайында емдеудің жолдарын айтатын боламыз. Жалпы үй жағдайында 3 затты қолданатын болсаңыздар, қыжылдан тез арада арылуға болады. Бұл продукттер сіздер бәрлеріңіз білесіздер, кухняда жаңа ас бөлмесінде дайындағансыздар неше түрлі жаңағыдай ішетін заттарды осы продуктілермен. Ал бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіз, ал мен бастайын. Так, ең біріншісі асқазан мен жалпы асқазан сфинктерлар туралы сөз қозғайық, түсінікті болу үшін. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау асқазан органы, асқазанның төбеде және төменде екі сфинктердан тұрады. Астыңғы сфинктері бұл бізде 12 елшек деген шек бар, ол кәдімгі шекпен бірге қосылған. Төбесіндегі сфинктер бізде өңешпен бірге қосылған. Және де сіздер таңғалатын зат, бұл жерде өңеш және мынау сфинктерлар қаншалықты түрде бізге өте пайдалы. Мысалға, сіздер аунайтын болсаңыздар, секіретін болсаңыздар, бастарыңызды турникқа кейбір кезде мысалы балдар мынау асылып жатады ғой, сол кезде қалай жидкость ішіп жатқан тамағымыз бәрі аузымыздан шығып кетпейді, өйткені осы сфинктерлар ұстап тұрады. Сфинктер анальный отверстияның жаңағы тоже сфинктерді, ол да сфинктерға жатады. Сол 5 точка сфинктерлары қалай жаңағыдай ұстап тұрады, каловый массалар дәл сол секілді асқазанда да бұл сфинктерлар дәл осы механизммен тағамды ұстап тұрады. Және бұлардың ең бастапқы жұмысы, сфинктерлардың ең бастапқы, ең маңызды жұмысының бірі ол жеген тағамдарды және де ауа және де тағы басқа жаңағы массаларды өзінің резервуарында, то есть асқазанда ұстап тұру болып есептеледі. Енді не болады? ГЭРБ дегеніміз жалпы не? Рефлюкс, обратный рефлюкс деп айтып жатады. Бұл ауруларда біздің асқазанымыздағы соляный кислота осы өңешті күйдіріп бастайды. Егер де 12 елшекті күйдіретін болатын болса, постоянно түрде бұл бізде язваға алып келуі мүмкін. Язва двенадцатиперстной кишки деп аталады. Орысшадан айтқан кезде бәрлеріңіз білесіздер. 12 елшек язвасы немесе жарасы. Ал төбедегі нені күйдіретін болса, өңешті, бұл жерде уже ГЭРБ пайда болады. ГЭРБ, эзофагит, обратный рефлюкс тағы басқа. Бұл жерде уже өңештеріңіз күйетін болады. Сол себепті көбінесе рак аурулары, өңештің рагы осы ГЭРБ постоянно егер ұзақ түрде, ұзақ жылдар бойы осылай болатын болса, сіздерде өңештеріңіз күйіп жүретін болса, изжога постоянно болатын болса, и сіздер сол изжогамен күреспейтін болсаңыздар, және де изжоганы кетіру үшін ешқандай шара қолданбайтын болсаңыздар, бұл түптің түбінде уақыт келе жаңағындай неше түрлі жаман ауруларға алып келуі мүмкін, жалпы айтқан кезде. Енді симптомдарына келейік. Симптомдары қандай симптом пайда болады? Ең бірінші симптом, бәрлеріңіз білесіздер, ол бізде қыжыл, қыжыл, изжога, асқазан өңештің күйі. Екінші симптом кекіру пайда болады, өзінен өзі сіздер кекіре бересіздер. Кейбір пациенттер айтады, мен көп кекіре беремін, тамақ жесем де жемесем де деп. Одан кейін қақырық пайда болады сіздерде. Жаңағыда кейбір пациенттер айтып жатады, шықпайтын қақырық деп ше, мына жақта тұрып қалған қақырық еш уақытта шықпай қойды деп. Сосын құрғақ жөтел пайда болады, өзінен өзі жөтеле бересіздер. Мына үлкен кісілерде көбінесе сол проблема өте көп тараған, сол себепті байқасаңыздар, қарт кісілер жаңағы жөтеліп жүреді да постоянно деп. Вот осы асқазанмен проблема болған кездерде құрғақ жөтел пайда болады. Жалпы жөтелдердің түрлері өте көп, и оны неше түрлі аурумен немесе дәрілермен даже побочный эффект ретінде бірге қосса болады, бірақ бұл темаға кірмей қойып, өйткені ол отдельный тема болып кетеді. Так, үшінші зат, симптомдарын айттық. Енді үшіншісі ол бізде қандай жағдайларда қыжыл пайда болады. Қандай жағдайларда жалпы қыжыл пайда болады? Ең біріншісі қыжыл қай адамдарда болады? Темекі шегетін адамдарда,
ішімдік ішетін адамдарда, ол пиво болсын, коньяк болсын, виски болсын, арақ болсын, бұл өте қатты асқазан секрециясын құртады және асқазан стенкаларын жеп тастайды. Ол секілді, ол өйткені ол ғой. Одан кейін темекі, ішімдік, дәрі-дәрмектер, сосын көп ішетін адамдар. Именно қандай дәрі-дәрмек? Ол көбінесе ибупрофен, НПВС-тер, нестероидный противовоспалительные средства деген дәрілер бар. Оның құрамына жаңағындай немесулит, немесил, кетанав, кетарол, кетанал, кейбір кезде парацетамол, аспирин деген сияқты дәрілердің барлығы. Кейбір кезде давленияны түсіретін дәрілердің де побочный эффектісінде қыжыл немесе изжога деп сондай симптомдар береді. Сол себепті егер сізде артериальный давление болатын болса, и сіз сол артериальный давленияны ұзақ жылдар бойы емдеп, мысалға соған бір дәрі ішіп жүрген болсаңыз, и сіз өзінен өзі изжога пайда болып жүрген болса, мүмкін сіздің ішіп жүрген дәрілеріңізде болуы мүмкін. Мынау бәріміз білетін кардиомагнил, тромбоаз, тромбопол деген сияқты қанды сұйылтатын дәрілер, немесе аспирин деген сияқты. Бұларда қыжылды пайда келтіреді, қыжылды, изжоганы шақыруы мүмкін. Енді тағамдарға келейік, қандай ас бөлмесіндегі тағамдар изжоганы шақырады. Ол ең біріншісі король изжоги, ол бізде не болып табылады? Ақ нан. Особенно свежий күйінде магазинден алатын болсаңыздар, ақ нандар ол обязательно изжога ұрады. Одан кейінгі продукттар ақ ұннан жасалатын бүткіл продуктілер. Ол пирожки болсын, самса болсын, тесто бар ғой, мынау тесто, қамырдан жасалатын тағамдардың бәріне изжога асқазан береді. Одан кейін помидор, қызанақ тоже изжога шақыратын продуктқа жатады. Баклажандар шақырады изжоганы. Одан кейін кофе егер ішетін болсаңыздар, постоянно кофе тоже изжога шақырады. И не шақырады? Жаңағындай жатарға тамақтану. Ұйықтаған кезде еш уақытта тамақтанып ұйықтауға болмайды. Ұйықтаған кезде 2-3 сағат бойы вообще ешқандай су және де тамақ ішкен дұрыс емес. Өйткені бұл заттар сіздердің изжоганы шақыруын жүйелетуі мүмкін да. Енді изжоганы шақыратын тағы бір керемет зат мен байқағаным және де басқа источниктардан қарағаным бойынша, тар джинсы секілді немесе тар шалбарларды киетін болсаңыздар, әйел болсын, еркек болсаңыздар да, яқта көріп тұрғандарыңызда сіздердің бұл изжогаға шақыру мүмкін. Өйткені первая половина туловища, то есть сіздердің жаңағындай нелеріңізді белден төменге қарай қатты нагрузка, қатты қысым көрсеткен кезде, особенно ременьмен, белдікпен тағатын болсаңыздар, бұл сіздердің жалпы органдарыңызды жоғарыға қарай көтереді. Соның кесірінен изжогада пайда болуы мүмкін екен. Бұл бір қызық сондай открытие да, жаңалық. Сол себепті өзіңізге удобный жаңағындай шалбарлар киген дұрыс та, өз размерге сай. Одан кейін изжоганы кетіру үшін, тоқтату үшін не істеу керекпіз? Ең біріншісі, изжоганы тоқтату үшін сіздер ұйықтаған кезде кішкене бастарыңызды жоғары қойып, немесе осындай матраста, немесе жаңағындай кішкене жастықты қойып ұйықтасаңыздар, сіздер туловищаларыңыз, сіздердің денелеріңіз жастанып жатқан кезде кішкене жоғары жататын болса, жаңағындай кислота постоянно төменде тұрады да. Қатты жатып қалатын болсаңыз, или шалқайып жататын болсаңыздар, ол постоянно сфинктерға ұрады, одан кейін изжога шақырылатын болады. Сол себепті бастарыңызды кішкене жоғары қойып ұйықтаңыздар жастанған кезде. Бірақ бұның бір проблемасы, шейный остеохондрозды жаңағындай алып келуі мүмкін да, немесе мойын проблемасы, миға қан бармауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан неше түрлі проблемдерге алып келуі мүмкін. Сол себепті ортопедический подушканы қолданыңыздар. Ортопедический подушка не деп айтатын болсаңыздар, оны жаңағындай Каспий магазиндерде, Wildberriesтерде, немесе басқа да мебель сататын магазиндерде тапсаңыздар болады. Ортопедическая жаңағындай жастық сіздердің осы проблемаларыңызды шешіп бере алады. Одан кейін енді конкретно қандай тағамдар және қандай затты қолдану керекпіз?
изжоганы ең жақсы басатын және де ешқандай дәрі-дәрмексіз, химиясыз, таза күйінде изжогаға әсер ететін, изжоганы басатын зат бізде кәдімгі таза су болып табылады. Кәдімгі ішетін су ол асқазанның изжогасының кислотасын басуға бірден бір көмектеседі да. Одан кейінгі зат электролиті бар суды ішсеңіздер болады. Электролит дегеніміз не? Ол минералды сусындар. Минералды сусындарға жаңағыдай неше түрлі сусындар жатқызсақ болады. Мысалға, обычно сарыағаш, ессентуки, боржоми деген секілді газдалған сусындар. Енді газдалған сусын болған кезде ол кәдімгі минеральный вода ғой, минералды сусындар бізге мынау изжогадан арылуға көмек береді. Одан кейінгі зат бізде базилик жапырақтары. Жалпы жапырақ, базилик жапырақтары базардан алсаңыздар болады. Тағамға қосып жейтін болсаңыздар, немесе салатқа қосып жейтін болсаңыздар, изжоганы басуға көмектеседі. Бұны сіздер заваривать етіп чай ретінде ішсеңіздер де болады. Өте жақсы изжоганы снимать ететін зат болып табылады, табиғи жолмен да. Енді үшінші жолы не қолдануға болады? Имбир шайы. Имбир деген зат тамыры, имбир тамыры бәрілеріңіз білесіздер, базарда тоже бар, тапсаңыздар болады. Бұл өте жақсы біздің изжогамызды басатын зат. Дәрі ретінде де, қан тамыр жүйесіне де, иммунитетке де, вирус ауруларына да өте жақсы көмектеседі. Сол себепті бұл шай өте керемет пайда береді. Сол себепті бұны сіздер имбир шайын қолданыңыздар. Енді соңғы зат изжоганы басатын, жалпы асқазанды емдейтін бізде алоэ болып табылады. Алоэның емдік алоэлардың түрлері бар. Именно соларды сумен араластырып ішетін болсаңыздар, тоже қыжыл, асқазан проблемаларын бәрін кетіруге көмектеседі. Жалпы айтқым келгені осы. Қысқаша, егер сіздерде осындай проблемалар болатын болса, маған WhatsApp-қа жазып және консультация алсаңыздар болады. Осы проблеманы шешуге көмектесеміз. Егер сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен дәрігер Бағдат Сейтқазыұлы. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.